Ренішті қалай тез жіберуге болады? Армысыздар достар, YouTube каналыма қош келіпсіздер. Сіздермен әдеттегенше Әди Аралбай каналыма қош келіпсіздер. Егер менің арнам ұнайтын болса, жазылып қойсаңыздар болады. Бұл мен үшін үлкен мотивация. Ал мен бастаймын. Ең әуелі, не үшін мен ол адамға ренжідім деген сұрақты өзіңізге қоймаңыз. Ең әуелі, бұл жағдай мен үшін несімен пайдалы деп өзіңізге сол сұрақты қойыңыз. Сол кезде сізге ситуацияны қабылдау оңай болады. Яғни егер біреу сізге сенің миың жоқ немесе ойың таяз дейтін болса, бірден сол сөзге ренжімей, ол сөз маған не үшін айтылды деген сұрақты қойыңыз. Яғни сіздің түп санаңызда мен сондаймын деген қорқыныш болуы мүмкін. Яғни сол қорқынышты сіз алып тастаған кезде, өзіңіздің сеніміңізді арттырған кезде біліміңізге, сол кезде сізге дәл сол фразаны айтатын адамдар болмайды. Сізге тек қана қандай әдемісің, қандай ақылдысың, қандай күштісің деген фразаларды айтатын адамдар өміріңізде көбірек кездесетін болады. Және жалпы өмірде неге критиканы көп адамдар айтады, неге бізді көп адамдар ренжітеді? Өйткені қазіргі заманда көп адамдардың өздеріне махаббат жетіспейді. Өздері бақытсыз, проблемалары өте көп. Сондықтан да агрессияны тудырады. Егер сіздің ішіңіз, бойыңыз жақсылыққа толы болса, ондай адамдар сіздерге жиі кездеспейтін болады. Ал үшінші мәселе, егер сізді адамдар көп ренжітетін болса, яғни сізде қазір бір өмірлік отработка болып жатыр. Яғни сіз қазір кармаңызбен жұмыс жасап жатырсыз. Сол жұмыс отработка біткен кезде, сіз сол ситуациялар арқылы бір маңызды дүниені түсінген кезде, сізде өмірде сізді ренжітетін адамдар мүлде болмайтын болады. Мүмкін бірең сараң. Сол себептен де ренжімей ситуацияға басқаша қарауды үйреніңіз. Ал мен сіздермен келесі көріскенше күн жақсы деймін.